Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Менің аты-жөнім Нұрислам Бауыржанұлы, химия пәнінен сабақ беремін. Осы алдағы уақытта химиядан видеоларды түсіріп сіздерге салатын боламын. Бұл жақта бүкіл химиядағы сабақтар сіздерге тегін YouTube'да қолжетімді болады. Осы видеоны химияға ұбт-дан дайындалып жатқан достарыңызға таратсаңыздар өте керемет болатын еді. Осы видеоларды көру арқылы сіз өз біліміңізді көтере аласыз. Ал ендеше бастайық. Химия деген пән ол ең бірінші заттар жайлы пән, яғни заттардың қасиеттері, түстері, иістері, агрегат күйлері, және олардың басқа затқа ауысуларын зерттейтін пән болып табылады. Сол себепті ең бірінші біздің сабағымыз осы таза заттар және қоспалар деген тақырып жайлы болмақ. Ал ендеше табиғаттағы кез келген зат бізде екі түрде кездеседі. Ол біріншісі қоспа, екіншісі таза зат. Таза зат деп аты айтып тұр, тек қана бір ғана заттан тұратын қосылыстарды біз таза деп атаймыз. Мысалы, күміс, аргентум бізде, чисто аргентум жазады болды. Алтын, азот, біздегі N2, гелий. Бұл элементтердің барлықтары табиғатта таза күйінде кездесетін қосылыстар болып табылады. Яғни тек SO2-ден тұратын болса да, оны біз таза зат деп атай аламыз. Ал егер қасында хотя бы су кездесіп болса, или басқа да қосылыстар кездессе, ондай қосылыстарды біз уже қоспа деп атайды екенбіз. Яғни бірнеше таза заттардан тұратын жүйені қоспалар деп атайды екен. Мысалы, теңіз суы. Теңіз суы дегене H2-дан және тұздан тұрады. Тұз бен су. H2 и натрий хлориді. Ауа дегене азоттан, оттектен, SO2-ден тұратын қосылыс. Яғни біздің айналамыздың барлықтары қазір ауадан құралады. Егер ауаны біз зерттейтін болсақ, осы үш заттан тұратын байқаймыз. Келесі түрлі түсті құмдар. Бұл жақта енді формасын жазуды қажет емес шығар. И мұнай. Мұнай дегене, мұнай деп тұрған ол бізде алкан, циклалкан, арен, яғни ароматты көмір сутектерден құралатын қоспа болып табылады екен. Енді қазіргі уақытта таза заттарымызға қарағанда қоспалар табиғатта көптеп кездеседі екен. Сол себепті біз осы қоспалардың түрлерін білу керекпіз. Жалпы қоспалардың екі түрі бар. Біріншісі біртекті, екіншісі әртекті қоспа болып табылады. Біртекті қоспа дегенне басқаша гомогенді қоспа деп аталады. Ас тұзы, қант, ас содасының судағы ерітіндісі. Жігіттер қыздар, ең бірінші мынау ерітінді деген сөзге назар аударайық. Алдағы уақытта осы ерітінді деген сөз өте көп кездесетін болады. Химияда ол өте маңызды бір бөлігі. Ас тұзы ерітіндісі десе, натрий хлормен суды елестетеміз. Қант ерітіндісі десе, онда қант пен суды елестетеміз. Ас содасының ерітіндісі десе, онда сода менен осылай суды ерітеміз. Яғни суды елестетеміз. Бұл не мағынаны білдіреді? Ас тұзын суда алып, оны ерітетін болсақ, бізде онда ерітінді деп аталатын бір жүйе пайда болады. Тура солай қантты алып суға салатын болсақ, бізде ерітінді деп аталатын тоже жүйе пайда болады. Қант ерітіндісі яғни. Тура сондай ас содасында ерітіндісін құрастыруға болады. Өте көп заттардың ерітінділері бар. Кез келген заттың ерітіндісі бар деп те атауға болады. Енді бұл жақта жігіттер қыздар ешқандай реакция болмайды. Просто елестейік. Тұзды алып суға салсақ не болады? Тұз суда 100% еріп кетеді, дұрыс па? Енді тұз көп салмасақ, әрине аз ғана салатын болсақ, ерітіп жібереді. Тура солай қантты да, соданы да салатын болсақ, ол су ананы ерітіп жібереді. Енді осы жерде бір маңызды мәселе, біз кәдімгі қарапайым сумен осы қант ерген суды алатын болсақ, оны көзден біз ажырата алмаймыз. Яғни кәдімгі су болсын, қант ерген су болсын, екеуі де бізге түссіз болып көрініп тұрады. Оларды бас немен ажыратамыз? Иісі де бірдей болып тұрады. Дәмі арқылы ажыратамыз. Солай ма? Тура солай тұз қосылғанда ерітіндіні, тұзға суды қосып ерітінді алып, кәдімгі суды салыстыратын болсақ, онда біз ажырата алмаймыз. Яғни көзбен көрген кезде ажырата алмайтын қоспаларды біз біртекті, я болмаса гомогенді қоспа деп атайды екенбіз. Ал егер көзбен көріп, точно қоспа деп атайтын сондай бір қоспаның түрлері болса, онда оны біз әртекті, я болмаса гетерогенді қоспа деп атаймыз. Ас тұзы мен құм егер араластыратын болсақ,
точно айтамыз, мына жақта бір нәрсе араласып берген ғой деп. Керосин мен су, егер керосинді суды араластыратын болсақ, ана судың бетінде май секілді бір нәрселер пайда болып, біз айтамыз, мынау қоспа, мен бұны қолданбаймын деп. Тура кока-кола мен сүтті араластыратын болсақ, әртүрлі видеолардан көрген шығармыз, басқаша бір құбылыс пайда болып кетеді. Енді қоспалардың түрлерімен біз таныссақ, көзбен көргенде ажырататын әртекті, көзбен көрген кезде ажырата алмайтыны біртекті. Енді осы қоспаларды бөлу, яғни қоспалардан таза заттарды алу әдістерін біз білу қажетпіз. Бұл не үшін бізге маңызы? Алдағы уақытта бізде осы қоспаларды бөлу маңызды болып табылады. Не себебі ауыз сумен болсын бізде проблемалар болып жатыр десек болады қазіргі уақыттың өзінде. Болашақта біздің бала-шағамызға, немерелерімізге ол проблема точно соқтығысамыз. Сол себепті біз қазіргі уақыттан бастап суды тазарту болсын, басқа қоспаларды бөлу болсын, түрлерін білу керекпіз, әдістерін білу қажетпіз. Енді кеттік. Ең бірінші гетерогенді қоспаны бөлу әдістерімен танысатын болсақ, яғни көзбен көрген кезде ажырата алатын қоспаларды тазартып алғымыз келетін болса, біз тұндыру, сүзу, магнитпен бөлу деген әдістерді қолдану керекпіз. Ал енді әрқайсысына кішігірім тоқталайық. Тұндыру деген не? Мысалы, бізде құм мен судан тұратын бір ерітінді болсын. Яғни құм бар и су. Осы ерітіндіні егер біз басында просто өзіміз дайындайтын болсақ, құм араласып, лай секілді бізге көрініп тұратын болады. Басында екеуі араласып тұрады. Бірақ бір 10 минуттан кейін, 15 минуттан кейін, 60 минуттан кейін келіп қарайтын болсақ, мынау құм мен су уже араласып тұрған жоқ екенін байқаймыз. Яғни құм жаймен астында бетіп жиналып жатқанын байқаймыз, ал су болса бетінде қалқып тұрғанын байқаймыз. Яғни құм астында, су үстінде. Неге ондай? Құм деген молекуланың массасы бізде 60 болады екен, ал судың массасы бізде 18 болады екен. Яғни массасы ауыр болып табылатын молекула астына жиналады, массасы жеңіл болатын молекула бетіне шығып кетеді. Сол себепті осы гравитацияның әсерінен, яғни тартылыс күшінің әсерінен бізде қоспа тұндыру деген нәрсемен біз заттарды бөліп алады екенбіз. Келесі сүзу деген енді түсіндіруді қажет етпей десек те болады. Неге өйткені үйде тамақ істеп жатқан кезде болсын, басқа кездерде болсын, біздің қолымызда сачок, яғни сүзгіш болады. Сол арқылы біз заттарды былай керек емес заттар алып тастай аламыз. Енді бұл қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, ал егер химия тілінде түсіндіретін болсақ, сүзгілеу деген нәрсе бар, яғни фильтрлеу. Біз көбінесе суды қазір осы сүзгілеу арқылы тазартып отырамыз. Яғни ұстап қалатын бір нәрселер болады, сол арқылы тазартамыз. Келесі, магнитпен бөлу. Ол қалай? Бізде жалпы мынандай екі түрлі қоспа болсын. Біреуі құм, екіншісі темір, или білмеймін, басқа бір заттар. Екеуі де бізде ұнтақ күйінде болсын, құм болып, андай порошок секілді болып тұрсын. Егер біз бұны аяқтан былай магнитті әкеп қойып қоятын болатын болсақ, мынау CO2 магнит тартпайды, ал темір болса тартыла бастайды. Яғни басында қалып қалған қоспа бізде тек CO2-ден тұратын болады, ал біздің теміріміз қазір магнитке былай тартылып, магниттің жанында тұратын болады. Осылай тазарту әдісін магнитпен бөлу деп атаймыз. Келесі, гомогенді қоспаны бөлу әдістері. Бұл қалай? Көзбен көрген кезде ажырата алмайтын қоспаларды бөлу әдісі осы гомогенді қоспалар болып табылады. Бұларды тазарту үшін біз буландыру, кристалдау, дистилдеу деген әдістері қолданады екенбіз, немесе айдау. Енді бір қызығы, буландыру дегенді басқаша біз қайнату деп атасақ болады екен. Екіншісі, кристалдау дегенді біз басқаша қатыру деп те атасақ болады екен. Яғни қазір түсіндіріп береді ма. Алайда ол дистилдеу. Мысалы, елесек бізде мынандай көзбен көргенде ажырата алмайтын қоспамыз болсын. Қант және судан тұратын. Енді осы жерде мен қантты былай бөліп алғым келіп тұр да. Қанты бітіп қалды, сол қантты бөліп тазартып алғым келіп тұр. Ол үшін мен қайнату деген, яғни буландыру деген әдісті қолданамын. Ол үшін мен ыдысты аламын, бірінші температураны жоғарылатып жіберемін. Ол кезде мынау су деген нәрсе бізде 100 градустан жоғары болған кезде қайнай бастайды. Бұрқылдап біздің ыдысымызда су қайнап, буланып, жоғары қарай ұшып кетеді. Ал буланып болғаннан кейін осы ыдыстың түбінде қап-қара бір зат жинала бастайды, карамель секілді. Осы бізде қант болып табылады екен. Осылай мен қазір қантты бөліп алдым.
осы буландыру деп аталады. Буландыруда сонда ең негізгі мәселе ол температураны көтеру болып табылады екен. Келесі кристалдау. Кристалдау деген не? Бізде енді тағы да бір осындай бір ыдысымыз болсын, бұның ішінде спирт және су болсыншы. Егер мен осы заттарды кристалдау арқылы тазартқым келетін болса, мен буландыруда жаңа температураны көтерсем, кристалдауда мен наоборот төмендетеді екенмін. Енді бұл жердегі мақсат қандай? Мынау судың қату температурасы 0 градус болса, спирттің қату температурасы минус 200 градус болып табылады екен. Шамамен, жұқша, ровно минус 200 емес, содан сәл төменірек. Егер мен осы қоспаны қазір минус 100 градусқа түсірсем, минус 150 градусқа түсірсем, онда менің суым қатып қалады екен. Ал спиртім қатпайды. Неге өйткені ол 200-ден төменірек, 250-300 болса ғана қата бастайды. Қатып қалды точнее. Сонда 150 градусқа төмендетіп тастайтын болсам, мына суым қатып қалады, ал спиртім әлі сұйық күйде сақталады. Сонда мен сұйық болып тұрған затты бір ыдысқа төгіп алсам, және аның қатып қалған мұзды қайтадан ерітетін болсам, менде су бір бөлек, спирт бір бөлек қазір жиналады екен. Осылай тазарту, бөлу әдісін кристалдау деп атаймыз. Енді үшінші процесс қалды, бұл бізде айдау немесе дистиллеу деп аталады. Айдау деген не? Алдарыңызда мен қазір мына жақта бір сурет қойып қойдым. Осы сурет бізде өте маңызды сурет болып табылады. Ең бірінші, мынау бір деген жерге назар аударайық. Бұл жерде біз не көріп тұрмыз? Пешке көріп тұрмыз. Осы пешкенің үстіне бір зат былай сұйықтықты тұр екен. Осы сұйықтықтың ішіне тағы да бір колбамыз тұр. Осы колба былай біздің қажетті затымызды бөліп алатын сұйықтығымыз тұр. Бірінші пешке мына сұйықтықты қайнатады. Ол сұйықтық мына колбаға қызуын беріп, дальше ішіндегі затты қайнатады. Енді колбаның жоғарғы жағын қарасақ, термометр көрсетілді. Мынау ыдыстың ішінде қанша градус болып жатқан осы термометр арқылы біз қадағалаймыз. Енді белгілі бір температураға жеткен кезде мынау сұйықтығымыз қайнай бастайды. Сөйтіп қайнаған кезде мына жер бітеліп тұр ғой, енді бізде бұл жоғары қарай кете алмайды. Бұл мынау оң жаққа қарай. Я болмаса сіздерге сол жаққа қарай, былай астқа қарай түсе бастайды. Мына стрелкалар бойынша. Сөйтіп, мына жерде байқасақ, жоғары қарай кетіп тұрған 7-ші номердегі стрелканы көріп тұрмыз. Мына жақта оған қарама-қарсы тұрған 6-ші стрелканы көріп тұрмыз. Яғни жоғары температурадағы ауа бізде жоғары былай шығып кетеді, ал төменгі біздегі ауадағы біздің айналамыздағы ауа мына түтік арқылы ішке кіре бастайды. Сонда ыстық ауа шығады, ал суық ауа кіреді екен. Сонда мына буланып жатқан затымыз суық ауаның әсерінен, мына жақта жаңа 100 градуста бұл буланып келді ғой. Енді мына жерде қазір 30-40 градус шамасы болса керек. Сол кезде біздің буланып жатқан затымыз обратно, керісінше қайтадан сұйық күйге ауысып кетеді. Сөйтіп сұйық күйге ауысып кетіп, сұйықтыққа айналып, мына жаққа 8-ші номердегі колбамызға былай құйылады. Сонда біздің затымыз қайнап, буланып, қайтадан төмен температураға түсіп, сұйық күйге ауысатын болса, осы жүріп өткен процесті біз айдау деп атайды екенбіз. Енді мына жерде қазір бізде су молекуласы пайда болып тұр ғой. Бұл су молекуласында басқа артық нәрсе жоқ қой, бұл қазір 100%, 99%-ға таза болып табылады екен. Мына жерде 99% таза су молекуласы түзіледі екен. Енді бір қызығы, дистиллеу процесі арқылы алынған суды біз дистелденген су деп атайды екенбіз. Дистелденген деп қойып, дистелденген. Енді, ал мынау колбаның басында қалып кеткен затымыз, мына жақта қалып кететін затымыз бізде, мына жерде қалатын затымыз, сол бізде артық қайнамай қалған қосылғымыз болып табылады. Біз бір затты бір бөлек, екінші затты бір бөлек қазір бұлай жинап алдық. Енді жігіттер, қыздар, әрбір сабақтан кейін бізде осындай практикалық бөлім деген бөлімшесі қарастырылған. Бұл бөлімде сіздер тақырыпта не өттіңіздер, не түсіндіңіздер, сол бойынша өздеріңіздің білімдеріңізді тексере аласыздар. Яғни мен арнайы сіздерге 5 тестті қалдырып кеткенмін. Қолдарыңызға парақ ручка болса, соны алып, 1А, 2В деген секілді қылып белеп кете беріңіздер. Ең соңында жауаптары көрсетілген. Бұл жақта еш нәрсе түсіндірмеймін, просто өздеріңізді тексересіздер. Мына ең алғашқы сұрағымыз. Қазір бір түсініксізде бір моменттер болса, паузаға қойып, ойланып алып, белесеңіздер болады. Мынау бізде қазір екінші сұрақ.
Үшінші сұрағымыз және төртінші сұрағымыз және де ең соңғы біздегі бесінші сұрақ. Осы бес сұрақты ойланып, дұрыс жауаптарын көргіңіз келсе, онда вот алдарыңызға дұрыс жауабы. Жігіттер, қыздар, осы біздің ең алғашқы сабағымыз аяқталды. Тура осындай манерада бізде ары қарай сабақтар жалғаса беретін болады. Сабақ ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Және де ыстық лебіздеріңізді комментарийлеріңізге жазып кетсеңіздер, біз қуана қарап бір оқып алатын боламын. Қош, сау болыңыздар.